Мына жақсылық амалды жасырын істеу жайында Қабылбек ұстазымыздың айтқан керемет сөзі бар еді. Біз дейді жаңағы Нұр Мүбаракта оқып жүрген кезде, неде жатқан, жатақханада жатқан кезде дейді, 6 ай сол жерде жаттық. 6 ай бір жігіт ортамыздан түннің ішінде тұрып нәскиімізді жуып қоятын еді дейді. Қараңыз. Соны 6 ай бойы кімнің жуғанын білмей кеттік дейді. Қараңызда қандай мұсылман өзінің мұсылман бауырына қандай жақсылық жасауды біледі және риясыз жақсылық жасауды біледі. Сол секілді адамның негізі лас жерді тазалау, әжетхананы тазалау, ол адамның жүрегіндегі кібірлікті кетіреді дейді. Мысырда Ахлі Сунна уал Жамағаның үлкен шейхі болған имам Ша'рауи деген өте атақты шейх, сол Египетте. Ол кісі жаңағы жұмаға кіріп, жұмада уағыз айтып бітіп шығып бара жатқан кезде сондай халық ол кісіні қошеметтеп, микроваз дейді ғой, газель сияқты несін, машинасын көтеріп бірнеше жерге дейін құрметтеп көтеріп апарып тастайды екен. Сонда жаңағы кісі несімен жүргізушімен қайтып келе жатқан кезде бір мешіттің қасынан тоқтатып, тұра тұр, мен мешітке кіріп шығайын дейді екен. Сөйтіп мешітке кіріп кетеді, жарты сағат өтеді, әлі шықпайды. Сөйтіп кірсе жаңағы имам Ша'рауи көйлегінің етегін тұрып, жаңағы әжетхананы жуып жүр дейді. Соны жаңағы жүргізуші тұрып, ұстаз не істеп жатсыз, жүрсеңізші десе, жаңағы ұстаздың айтқаны, жаңа мені халқым қошеметтеген кезде мен жүрегіме кішкене бір мақтанкершілік кіріп қалып еді. Соны жүрегімнен алып тастауым керекпін. Оны жүректен алып тастау үшін ең төменгі болған нәрсені жерді тазалау деген екен да. Ол әжетхананы тазалау керісінше адамның дәрежесін көтереді екен. Қаншалықты қарапайым болған сайын адамның дәрежесі соншалықты көтеріле береді. Мысалы үшін өзіміз бір атақты бір жұлдыздармен сөйлесіп қалсақ та, жаңағы қарапайым болатын болса, қарапайым екен деп айтамыз. Я болмаса көкірегінен нам түсіп тұр екен деп айтамыз. Қараңыз, қаншалықты адамның басы иілген сайын, қарапайым болған сайын, оның дәрежесін Құдай тағала көтере береді. Ал енді мына Сарыағаштағы ұстаздарымыз, Абдуғаппар ұстазымыздың әкесі, ол кісі қараңыз, біз негізі әжетханаларды тазалаудан бір өзіміз желкеніп тұрамыз, я болмаса бір жүрегімізде бірдеме жібермей ма? Ол кісінің қараңыз, Союздың кезінде қазақ өлкесінде, осы Қазақстанда мешіттердің барлығын жауып тастаған, жаңа ДК-ға айналдырып жіберген, клубтарға айналдырып жіберген. Сол кезде Өзбекстанда мешіттер болған, ол кісі жұма күні мына сол Союздың кезінде өмір сүрген кісілер білет, томаттың, мына ненің, варененің мынандай нелер болатын, кәушек деп айтатынбыз. Соның бетін қиып тастап, соның ішіне әрбір құрт кесекті мұсылман истинжа жасасын деп, егеп 4 бұрышты қылып, 3 бұрышты қылып, соның ішіне салып, жұма күні бүкіл мешіттердің жаңа әжетханасына барып тарқатып, сол дәретхананы жуып кетеді екен. Қараңыз. Сонда өзіңіз ойлап қараңыз, сол кісі әулиелік дәрежеге жеткен кісі. Ал енді бала шағаларын жасап жатқан ісін қараңыз. Сондықтан адам баласы қаншалықты қарапайым болған сайын оның дәрежесін Аллах тағала көтере береді. Оның дәрежесі содан түсіп қалмайды. Сондықтан мен әрдайым медресенің шәкірттеріне айтам, сендер ана нәпсілеріңді дәретханадан сындырыңдар, сол жерде тазалаңдар дәретхананың ішін. Бұл дәретхана тазалау деген бұл өте үлкен сауапты іс. Мысал үшін, мен бір мешітте бір жігітті білем. Ол кісі таңертең бамдат намазына келеді, 1 сағат бұрын келеді да, туалеттің ішін тазалап, туалеттің әрбір қажетін өтейтін жерге жаңағы дәретхана қағазын қойып кетіп жүреді. Жаңа жігіт, өзі үлкен бизнесмен жігіт. Қараңыз, біз осындай сауапты істердің қалай істеу керекін білмейміз. Біз тек қана тазалығымыз өзіміздің басымыздан ғана артылмай қалған. Дәретханаға кіреміз, өзіміз тазалап шықсақ болды, ана артымыз не болып жатыр, оны Алла біледі. Мысал үшін, кейде дәретханаға кірсең бір желкенші нәрселер жатады. Қараңыз, біз ойлауымыз мүмкін, мұсылманға тілімізбен, қолымызбен зиян бермесек болдық деп. Ісімізбен де зиян беріп қоюымыз мүмкін екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларға Бұхариде келген хадисте көшеде отырудан қайтарған. Сахабалар сұрайды, Алланың елшісі, не үшін отырмаймыз деген кезде, отырамыз, біз ол жерде әңгімелесеміз ғой деген кезде Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан, егер отыратын болсаңдар, жолдың ақысын беріп отырыңдар, өткен кеткенге қарамаңдар, ана отырған жерлеріңді ластамаңдар деген. Қараңыз. Сондықтан біз сауапты істі осындай көруіміз керекпіз. Біз біреудің минусын емес, біздің миымыз, біздің басымыздағы проблема бүгін кешке дейін мен қандай сауапты іс істеймін деген секілді. Мысал үшін мен әрдайым жамағатқа да айтып жүремін, сендер осындай сауапты істің көзін білмейсіңдер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисте айтады,
қандай да бір мұсылман адам жақсы жолды көрсетсе, ол жолменен адамдар амал қылатын болса, ананың сауабы ана кісіге барып тұрады дейді. Өйткені ол көрсетіп, үлгі көрсетіп кеткендік себеп дейді. Ал керісіншесі, қандай да бір кісі бір жаман істі бастап, басқа адамдар соның үлгісін алып соны істеп кететін болса, оның бір долясы, бір үлесі жағаның мойнына барып тұрады дейді. Сондықтан, мысал үшін, мына Египетте мынандай жақсы бір қасиет бар. Жұма күні болсын, жамағат намазы болсын, есіктің аузынан кіріп бара жатсаң, қолыңа мисік жағып беріп тұрады. Бұл жақсы іс. Енді сол нәрсені сіз көріп, соны жалғастырып алып кетсеңіз, қараңыз, сізден көріп бір жалғастырып кетсе, бұл үлкен сауап.